Міне құрықтан шығарған тауықтың кеше ғана шығарды. Астына 9 жұмыртқа салған болатынмын. Содан 5 балапан шығарды. Соны бүгін міне тауықтардан бөлек осындай кішкентай сеткі кетегі жасап, ұяшық жасап бөлек шығардым. Міне балапандардың қанатының астына салып жатыр. Кәне көрейік балапандарыңды. Кәне. Балапандар. Біреу қап-қара балапан. Менде қара әтеш жоқ сияқты. Бұл қайдан келген? Міне балапандарын жаман қызғанады. Кейбіреулер айтып жатады ғой, тауықтың миындай миың жоқ екен деп. Тауықтың миы кейбір адамдардың миына қарағанда біраз жақсау деп ойлаймын. Қазір осыдан бір балапан алып қарасаң, ізіңнен жүгіреді бұл. Балдарына жақсы қарап тұр ғой. Қанша жерден құрттай ғана басы бар, құрттай ғана миы бар десең де, міне балапандарын қорғаштап, қызғыштай қорайды. Міне бір балапаныңды бер. Әне шұқиды міне кәне қана. Берші, ой! Ештеңе етпейін, берші кәне бір балапан. Әкел. Бір балапаныңды бер кәне. Міне құрттай ғана балапаны. 2 күндік балапан. Кеше таңертең шығарған болатын. Өзі бүгін кеш болды. 2 күндік балапан міне. Суды осылай қойып қойдым. Жұмыртқа берсең жұмыртқаны, суға піскен жұмыртқаны берем. Күнде таңертең біреуін, кешке біреуін. Соны осылай майдалап өзі балдарына жем қылып береді өзі. Шайнап бергендей қалып. Суын осылай құйып қойдым, банкіге. Балапандар суға түсіп кетпеу үшін, қауіпсіздігі үшін. Осыдан ішет, суға азайса, мына банкіден жайлап аға береді, ішіне қарай. Тауық та осыдан ішет. Міне тауығымыз. Көзі бақырайып жатыр міне. Не болды? Тимеймін құрсын, сен балапандарың істеймін мен. Бәрін қанатың астына жинап алып міне.